Бүгінгі видеода біз осында пещераның ішінде үш жаққа бөлініп дамитын боламыз. Яғни айтсақ, осында қараңғы үңгірден не таба аламыз. Осы видеода бірге көретін боласыңдар, достар. Ал сендер уақытты бекер құртпай каналға тіркеліп және де лайк басуды ұмытпаңдар. Ал бірге бастайық, достар. Мінекей, достар, бүгінгі видеоға қатысатын бізде екі подписчик бар. Яғни қазір біз үшеуміз әр жаққа барып, немесе осы үңгірде болсын, немесе жердің бетінде болсын дамып көретін боламыз. Ал енді, достар, бүгінгі видеоны көп ұзамай бастайық. Ал сендер каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Так, міне выживаниядан сразу бастап кеттік біз. Ағаш іздей берейік, себебі ағашпен біз қазір тасындырып ары қарай золото сияқты нәрселерді іздей берейік. Сері өлтіріп алайық. А то біз қазір жүгіргенде біздің қарнымыз ашып уже жүгіре алмай қаламыз. Так что бізге бірінші ет керек қой. Достар, дұрыс айтып жатырмын ба қалай өзі? 3 ет бар, 2 тері бар. Ал біздің екі подписчигіміз не істеп жүр екен? Ағаш бірінші іздеп көрейік, біз ағаш керек бізге бастысы. Так, тауық бәрі жүр. Бізге берілетін уақыт примерно 1 сағат көлемінде болу керек, достар. Так. Мынаны қараңдар, мына пещераға түс көрейін ба? Достар, осы пещера негізі қызық көрінеді. Асты бәрі тесік, жарғанаттар бәрі ұшып жүр, достар. Бүгінгі қызық болатын сияқты. Так, міне, ай, қисық түс қойым, достар. Қалдым, болмай кетті. Так, қайтадан тіріліп аламыз біз. Уже қараңғы тостан сияқты, мынаны қараңдар. Маяқтан секірсе де болады екен ғой. Давай. Достар, түстік. Наконец-то түстік үңгірдің ішінде. Крепперді қараңдар, достар, жарылайын жатыр. Не менің ойын лаг етет отыр, что-то. Ойын көтере алмай жатыр ғой. Онда кейін жерді қалай көтереді деп ойлайсыңдар, достар. Что-то не так здесь. Мынаны қараңдар, слендермен мен вообще слендермен в общем өлтіріп кетті, достар, менді. Уже қараңғылатып отыр екен. Айтпақшы лайфхак бар емес па, андай басына асқа уақыттың бас киім киіп алса, типа зомбилер тиіспейді деген сол рас па екен тексеріп көру керек еді. Айтпақшы оны қалай істейді, достар? Комментарияға жазып кетсеңдер, мен білмейді екенмін. Так, бізде верстакта что-то шықпай тұрған соң ештеңке по идее көп керек шығар, менің ойымша ше. Андай верстактарды шығару үшін. Асқа уақыттарда көп сындыру керек сияқты да. Менің ойымша, олар біз жақ жақта ентіген көп. Біздің бір подписчигіміз келе жатыр екен, достар. Так, сындыру қалай енді бізге керек болып қалуы мүмкін, шапка жасап алсақ, зато кайф, зомбилер тиіспейді пещераның ішінде жүрсе. Қалай жасасақ болады, достар? Мен что-то білмейді екен ғой, вообще. Қалай табамыз енді? Аяқта да жоқ. Бесе болды, менде уже без тыква бар. Енді қалай істеймін мен? Уақыт жоғалтып алдық болса. Бізге уже зомбилер шабуылдап жатқан сияқты қалай өзі, достар? Екіге бір ар жақта шығып жатқан сияқты. Қазір мен енді аяқтар ет деп олай, сосын оған барып көмектесетін боламын, зомбилерді өлтіріп. Так, қайда өзі? Кейін ғана сендерге қортып жүру керек, көздерін қылатын шымырай. Өлді, біреу өлді. Ал бірге бір шығып жатыр. Маған көмектеспей ма не? Подписчигім айда кетіп көмектесетін бол ма не? Так, мақұл. Давай. Не өлмейді, что-то қиын болып атқан сияқты даму. Наконец-то әзер өлді ғой, то өлмей кетті оны. Біз не істесек болады, достар? Бас киім шықпай жатыр еді. Қалай шығарсақ болады оны? Түсінсем бұйырмасын. Мақұл. Комментарияға жазып кетсеңдер, мен обязательно оқимын қалай асқабақ жасаса болатын деп вообще білмейді екен, достар. Мақұл, кеттік енді. Пещераға түс көрейік. Сындырып алсайын енді. Бастан босқа. Алмады ма? Ладно, кеттік. Үшеумізді бір жерде жүр екенбіз, негізше. Мен дым жасай алмайын ба сонда? Бағанадан бері вообще тыквадан мынау ғана келеді сонда. Дым жасай алмайды екен, достар. Негізше дым пайдасы жоқ сияқты. Асқа уақыты болсан сындар қараңғылатып кетті уже ғана. Бағанаға шұңқыр бар ма дей? Шұңқырды іздеп жүрмін. Қараңғыдан дым көрінбей атқан сияқты ма? Қалай өз, достар? Так, секір. Әдемі. Так, енді бізге жаңағы пещераны табу керек. Пещерада кірейтін жерді, сондықтан да бізге пещераны табу керек. Мен түсе берсем бұлар қарсы емес шығар деп ойлап тұрмын. Ема. Что-то... крепер.
кете саған шен. Так, достар, енді біз шошқалар да жүр мына жақта, бәрі жүр. Эндермен дей ма? Өлтіріп тастады ма? Не болды енді? Жастайынан кетті байқұс. Эндерменден қағылды. Қараң өзі не істеп жүр, өзі былжырап кеттік қой. Достым, былжырап жүрмін, айтпайсыңдар, былжырап айтесің жүрсендер деп сияқты. Өңгірге кіре беру керек сияқты. Мен ойымша, давай секірім, не жұлдыз шығып кетті мәне. Ойбай, су, наконец-то суға түстім мен. Бәріміз келген сияқтымыз, Так, енді бізде мұнан қарандар, достар. Мен өзім подписчиктерден бөлек жерге шығып кеттім. Тодан қарандар, медузалар қалды. Кәні жанатын медуза ғой. Үстер мощный болды. Ема. Өлтіріп көрекші. Көп мәндік шығады. Так, енді достар, мен қазір мынау пещерадан дым таппай полигон, сондықтан да аспан әлемінде дамып көретін боламын, яғни жер бетінде дамып көрейін. Мінекей достар, мен не тапқандарын білесіңдер ме? Конечно, жительский дом таптым. Өзім подписчиктерге айтпай тихария жетіп алып жүр. Қазір ет жеп алайын. Ақында барайық. Қазір ақтар көрейік елдерден не шығады екен. Короче, кім кристалл бірінші тауып сол жинеді, алмаз ба бір әлі. Қымбат нәрсе тапса сол жинеді. Екінші этаж бар екен ғой, сондықтан жоқ деп ойлап тұрмын. Достар, мына жақта дым жоқ қой что-то. Өкінішке орай дым жоқ. Сразу енді мына жақта қамалға барып көрейік еді. Бізде мынадан бір пайда шығатын шығар деп ойлап тұрмын өз басым. Бұда да сундық жоқ па несін да? Екінші этажында жоқ. Секіреген. Дым жоқ, достар. Какой-то бір ауыл екен да, андай неде. Өзеннің бойында. Мынаны қараңдар. Кім сындырып отыр? Обиттің аяқта скелеттерден таяқ жеп жүр екен. Мен аяқта лафажизм құрып, жительский домда жүрмін ғой, короче. Так, енді үйлер тексеріпсек, сундук шықты әйтеуір. Так, продуктыларға алма. Жайт жиналайық, бұл да керек зат негізше. Қарны ашып кетеді атом. Мынаны алайық. Так. Мына үйде дым жоқ. Вообще қалай өмір сүріп жүр мынау? Сундуксыз. Кім бай екен бұлардан көрейік қазір. Кім енді короче, кім бай. Кім не кәдімгідей бай болып көрінетініміз бірге көрейік достар. Мына үйден шығам екен, сондықтан мына үйде де сундук жоқ. Осы жерде бай біреу осы жерде тұрады ғой. Как раз сундук, достар. Мынаны қараңдар, достар. 2 алмаз обсидиандармен. Кәм железо сымито. Золотоға дейма, достар. Мен жеңдім мына ойында, мен жеңді подписчиктерімді оздым. Жайдан жай жүріп мұнан таба саған менді қызық кетті. Бұлай қаранда әдемі негізі. Алар енді рахмет жителский дом. Короче, жителі адамдары маған жақсылық жасап жүрді, короче айтқанда. Қараңдар. Мен жаңа байқағаным бойынша мына үйдің, короче, таудың төбесінде тағы бір үй бар екен. Сол үйді да бірге ақтарып көрейік, достар. Так, балшықпен ой. Не оқылды? Мынаны түре қаппын ғой. Так, сындырсақ. Ой, кім ұрып деймін? Ой, өлтірме, өлмекші. Кет. Давай, қас, өлем мен жартақ жизнь қалды қас. Өлсем, бас аяқтан шамда жетесік домда айырылып қаламын ғой. Алма жеп алуға уақыт жоқ екен. Қасек. Железден человек керек. Аттың беді онан. Мен қарап үшін зомбилер ар жақта қайран болып жүр ғой. Ой, жизнь толтырып алайық, жеп. Так, достар, енді біз жеңдік. Енді бізге не керек басқа? Осы жительский домда жүре берген артық сияқты. Так, бір ұйықтап алсам қалай кетеді екен. Жылап өлген ошақтан шығатындай. Так, менің подписчиктерім айтуымша олар әлі де кристалл, яғни алмас қазып алмапты, достар. Сонда мен жеңіп тұрмын бұл видеода. Енді оларға кішкене 5-10 минутта уақыт бере тұрайық. Мүмкін оларды тауық болар бір бәлесі пещераның ішінде. Так, ар жақта мен мысалы қараңдаршы, жительский дом бар тауының төбесінде. Сол қашып көрейін. Әй, нақ қоймай тұр. Так, давай.
жасасақ болады екен ғой негізі. Жөн достар. Скелеттен өліп жүр ғой достар. Ойландыр, скелеттен өліп жүр. Так не істесек болады енді. Мына жаққа шығып бүйтіп. Ооо! Не деген әдемі жер мынау. Достар, біздің мынау ашқан жеріміз, яғни анда не ғой? Қалай айтсам екен, табиғаты жайлы да, күшті. Қар да бар, андай ағаштар да бар, андай слишком не емес, плоский, андай песоктар жоқ. Көбінесе андай жасыл жер деген сияқты әңгімелер, үңгір де бар. Мамын асқа уақыт жасап көрсе болады ма екен достар? Болмайды екен. Так, енді біз өзімізді подписчиктеріміз күтіп отырайық. Не алады екен, короче, таудың басына шығып көру керек негізі. Енді подписчиктерді күтіп отырайық. Ошақ тауып келе алар ма екен, немесе кристалл табар ма екен, бірге көрейік енді. Опа, суға түсіп кеттім. Әдемі жер ғой бұл, жайлы ше. Пресстен жүзе бересің. О, зомби, не ойбай, мен өлтірейін деп отырмын. Қаштым. Так, мына түн болғанда мынаны қараңдар достар. Гелем валим евангелиген дрифт беріп отыр. Есін жинашы. Аштым ал. О, голем келе жатыр. Аш големге айтып өлтіріп. Ойнан шығып отыр мен подписчиктер. Что-то достар, олардың желаниясы кетіп қалды, яғни түн бақыт кетті уже бізде. Оны тапып қалған сияқты, сондықтан да бүгін видео осындай болды достар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар және лайк басыңдар. Бүгін видеода мен жеңген сияқты, келесі видеода подписчиктер жеңген ойдамын. Достар, қош сау болыңдар. Сендермен бүгін болғанмен Жансыл. Давайте.